Сәлем достар, бүгін кляр мен балық қуырамыз. Ең алдымен бізге 1 стакан су, 1 жұмыртқа, 2 чеснок, тұз, бұрыш, паприка және қоюланғанша ұн салатын боламыз. Міндетті түрде мұқият барлығын араластырып аламыз. Егер сұйықтау болып жатса, онда тағы да ұн салып жіберуді ұмытпаңыздар достар. Осы кезде шемішке майымызды алдын ала қыздырып қоямыз. Сосын қызғаннан кейін барып жаңағы клярға осылай балықтарымызды малып салып аламыз шемішке майға. Үшеуін салдым, қуырылғасын, қалған екінші бетін қуырамыз. Біздің балығымыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер, ас болсын.